Сәлем достар, бүгін жеңіл әрі әдемі творожный пирог с ягодом атты пирожныйлар пісіреміз. 3 жұмыртқаны алып, үстіне 200 грамм шекерді салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Мені көріп отырғандарыңыздай жақсылап араластырып, үстіне 100 грамм süt құйып араластырамыз. Жұмыртқа, шекер, сүт барлығын жақсылап араластырып, көріп отқандарыңыздай үстінен сұйық май құйып тағы да араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, онымен разрыхлительді жақсылап араластырып, мұны көріп отқандарыңыздай араласқан сұйығымыздың үстінен құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, мұны ыстық табаға құйып, үстіне қалауларыңызша творог салып, құлпынаймен әрлейміз. Қалаған жидектеріңізбен әрлесеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мені 180 градуста 30 минутта пісіріп алдық. Өздеріңіз көріп отқандай әдемі көтерілді. Астарыңыз дәмді болсын.